Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Аттестациядан өтіп жатсаңыздар, мына сертификатты қалай жүктейміз, соны көрсетіп кетейін сіздерге. Google-ға кіреміз, тест-центр KZ деп жазамыз. Осы жерден бірінші тұрғанды таңдап, солған кіреміз. Өзіміздің парақшамыз ашылады. Осында электронды почтаңызбен құпия сөзіңізді жазасыз. Кіру батырмасын басамыз. Бізде осындай бет ашылады. Мына сол шетте тұрған 3 сызықты басамыз. Менің іс-әрекетім деген таңдаймыз. Мен былтыр өткем, осы биыл бара алмаймын. Ашамыз осылай. Мұнда тестілеуден жинаған ұпай бәрі көрініп тұрады. Осы жерде сертификатты тексеру деген бет бар. Осыны ашсаңыздар, бізде сертификат ашылады. Мен былтыр өткендіктен сертификатым ашылмай тұр, неге екенін түсінбедім. Сол жақтан скачать етіп сақтап аласыздар. Одан соң мой файлға скачать еткенді, мұнда мой файлға кіріп, загрузки бөліміне өтесіздер. Осы бетте сіздердің сақтағандарыңыз бірінші сақталған, бірінші шығып тұрады. Менде бірінші сақталмаған, былтыр алғам. Сондықтан мен осында әлде тұр. Апрель айында өткем. Қазір тауып алуға болады. Аттестация сертификаты. Сіздерде осылай өздеріңізге сақтап алыңыздар. Мұнда өткендеріңіз жазылып көрініп тұрады. Жерде. Бұл былтырғы балл болғандықтан жоғары болып тұр. Видео пайдалы болса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз. Сау болыңыз.